Сәлем достар, бүгін біз тоқаш пісіретін боламыз. 300 мл жылы сүтке 100 грамм қантты, 10 грамм құрғақ ашытқыны және бір жұмыртқа мен 3-тен 1 шай қасық тұз салып араластырып аламыз. Үстіне 550 грамм ұн салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың үстіне 50 грамм сұйық май құйып тағы да илейміз. Қамырды ыдысқа салып 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырды ыдыстан алып, бірдей шағын бөліктерге бөліп аламыз да жаямыз. Жайып болған соң 4-ке бөліп видеодағыдай қалыпқа келтіреміз. Пеште пісіруге арналған ыдысқа салып, үстіне 1 жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт құйып алып, жағып аламыз. Егер қаласаңыз, қамырға сары май жағып, арасына қант пен корицаны араластырып та жасауға болады. Бәрі өз қалауыңызша. Енді тоқаштарды 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз.